Санның квадраты. Есепті шешейік. Шахмат тақтасы квадрат пішінді. Егер оның ұзындығы 8 торкөз екені белгілі болса, шахмат алаңындағы кішкентай квадраттардың санын қалай тез санауға болады? Кішкентай квадраттардың санын білу үшін 8-ді 8-ге көбейту керек. 8 көбейту 8 тең 64. Демек, шахмат алаңында кішкентай квадраттар саны 64. Егер бірдей көбейткіштің көбейтіндісін сол көбейткіштің квадраты түрінде жазуға болады. Санның квадраты бұл екі бірдей санның көбейтіндісі. А-ның квадраты тең А көбейту А. Санның көбейтіндісін санның квадратымен алмастырамыз. 6 көбейту 6 бұл 6-ның квадраты. 8 көбейту 8 бұл 8-дің квадраты. 10 көбейту 10 бұл 10-ның квадраты. Санның квадратын табу үшін санды өз-өзіне көбейту керек. 4-дің квадраты 4 көбейту 4, ол 16-ға тең. 7-ның квадраты 7 көбейту 7, ол 49-ға тең. 9-дің квадраты 9 көбейту 9, ол 81-ге тең. Өрнектің мәнін тап. 6-ның квадраты. Қосу жақша ішінде 4-дің квадраты қосу 2-ның квадраты. Өрнектің мәнін табу үшін сандардың квадраттарын табу керек. 6-ның квадраты тең 36-ға тең. 4-дің квадраты 16-ға тең. 2-ның квадраты 4-ге тең. Шыққан сандарды қосу керек. 36 қосу 16 қосу 4 тең 56. Квадратына сәйкес санды табуға берілген тапсырманы орындаймыз. Санның квадраты 49-ға тең. Бұл қандай сан? Санды сол санға көбейткенде 49 болатын санды аламыз. Бұл 7 саны. Тексеру. 7-ның квадраты тең 49. Қорытынды жасаймыз. Санның квадраты бұл екі бірдей санның көбейтіндісі.